Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Қазіргі таңда өте өзекті мәселелердің бірі болып отырған оқушылар арасындағы ғылыми жұмыстар. Ең бірінші ғылыми жұмыспен айналыспас бұрын біз тақырып таңдаймыз. Ол таңдаған тақырыбымыз өзекті, жаңалығымен болу қажет. Зерттеудің қадамдарына келетін болсақ, баланың зерттеушілік ынтасын арттыру үшін тақырыптың бір жаңалығы болу қажет. Тақырып жергілікті тұрған жеріне қарай таңдалу қажет. Сол таңдаған тақырыбымыз оқушыға қол жетімді, көзбен көретіндей тақырып таңдау қажет. Тақырып оқушының жас ерекшелігіне сай болу керек. Ал мұғалім тек бағыт-бағдар беруші. Осы орайда оқушылардың зерттеушілік құндылықтарын дамыту үшін Eco-Life тобы құрылды. Бұл топта 7-ші, 8-ші, 9-ші сыныптардан оқушылар қатыса алады. Ең бірінші оқушылар өздерінің қалаған тақырыптарын таңдайды. Тақырып таңдап болған соң зерттеу орнын анықтайды. Ол жерде дәрілік шөп болуы мүмкін. Құс, аң өзінің қалаған тақырыптарын таңдап алады. Кітаптармен жұмыс жасайды, күнделік толтырады, күнделікті өздерінің іс-әрекеттерін күнделікке толтырып жазып отырады. Және болашаққа жоспар құрады. Зерттеу жұмыстарына жол ашатын болсақ, оқушы естіп білгені арқылы ғана жетілмейді, еңбек пен іс-әрекет үстінде қалыптасады. Демек, оқушылармен көптеген қосымша жұмыстар жасауымыз керек. Зерттеу жұмысындағы оқушының іс-әрекеті ғылыми жұмыс жасау барысында көптеген кедергілер кездеседі. Сол өзінің жасаған жұмысының, ғылыми жұмысының тақырыптарының ішіндегі ең өзектілігін анықтайды және оның шешімін табады. Енді келер болсақ, өзімнің тәжірибемдегі бір ғылыми жұмыстың үлгісімен сіздерді таныстырып кетейін. Бөрі қарақаттың дәрілік қасиеттері. Бұл бөрі қарақат таулы аймақта өсетін, кәдімгі орысша аты барбарис. Барбарис конфеті қызыл болса, бұл қара түсі. Оқушы осы тақырыпты таңдап алып, сол өсу аймағын, оның қанша түрі бар, қандай биіктікте өседі, қандай жерді талғайды, осының барлығын зерттеп, өзі күнделікке толтырып отырады. Сипаттамасын келтіреді. Ғылыми жұмыс бойынша таңдаған дәрілік шөбінің адам ағзасына қандай пайдасы бар? Бөрі қарақат өсімдігінің көптеген жемістерін оны қалай кептіреді, қалай сақтайды, қандай ауруларға ем? Осының барлығын жан-жақты іздеп талдайды. Ең бірінші осы таңдаған жұмысының өзектілігін және жаңалығын талдап айтып береді. Оқушы өзі жасаған жұмысы көзбен көріп, сол дәрілік шөбінің қай уақытта гүлдейтінін, қай уақытта бүршік ататынын, қандай жерде өсетінін, күнге бетте ма, тастақ жерде өсе ма, соның бәрін анықтап күнделігіне толтырып жүреді. Міндетті түрде өзі көріп, қолымен ұстап жасаған жұмысы сәтті шығады. Өйткені оқушы өзі көрді, анықтады, талдады, қорғаған кезде еркін айтып бере алады. Және ғылыми жұмысты таңдау барысында оқушының сөйлеу мәнері, өзін-өзі ұстауына көп көңіл бөлуіміз қажет. Аудиторияны өзіне қаратуы. Сонда ғана біздің таңдаған тақырыбымыз өте тиімді және көптеген жетістіктерге жетеді деп айта аламын.